самыр елдің жайлауы, өмірдің барымай байлауы. Су самыр елдің жайлауы, өмірдің барымай байлауы. Құлындарым, мынау менің алдымда жатқан жүн деп аталады. Бұны біз қойдан, ешкіден қырқып, тарап аламыз. Одан кейін оны жуып, шайып, тазалаймыз. Ішіндегі жаман заттарын, шөп-шаламдарын, шайырын кетіреміз. Одан кейін оны әбден кептіріп аламыз. Оны кептіріп алғаннан кейін осылай түтеміз. Медина жаным, мынау түту деген бұлай болады. Мынаны қолына ұстайсың да, мынаны бүйтіп тартамыз. Бізде бұл жүн түтіледі. Кәдімгі жасай ғой бұны. Қарап отырғанша маған қолғабыс жасап жіберіңдер. Ерке қызым, мынаны бұлай екі қолына қолмен бұлай ұстайсың да, мына қолмен бүйтіп тартасың. Соны жүн түту деп айтамыз. Осы жүнді аналарыңа түтіп берейік. Рахмет апа сізге. Балапандарым маған қарайды. Міне қараңдар, бұл ұршық. Апамыз міне бізге жүн түтіп берді, дайындап берді. Қазір бұны ұршыққа міне жіпке жіп дайындаймыз қазір. Жіптен біз шұлық тоқимыз, бала. Ұршық негізінде 3 бөліктен құралады. Олар міне бала қараңдар, басы, сабы, мұрындығы, міне қараймыз балалар. Осыдан қазір сендерге жылы шұлық тоқып беремін.